чемпионаты düşünülüyor. Жаттықтырушысы Рүстем Бекбаев. Жақында кіздірме өзіңде. Сен кіздірме о. Оқ өзіңде. Атылмаға бірден дайындаса, бірден атылмай дайындаса кішкенде. Сашта келмеді жиі. Korkmuşlar Sidulay Bekbek Kentau Kalası 23 yaşında sporcusunun Toz metreden geldi. Tozdan kim olmalı bize? Жақсы. Боковой прямой. Жақындап сесу, боковой бірінші. Көрсетсе, көрсет, Шақпен. Боковоймен тоқтаса, артқа қарай.
Assalamualaikum barcha болашақ жастар болашақ қазақстан жастар арасындағы чемпионатына қош келдіңіздер. Өтіп жатқан бокстан жастар арасындағы Түркістан облысының чемпионатының ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Қош келдіңіздер. Мынау бокс өздеріңіз білесіздер, біздің облысымызда, республикамызда жақсы дамыған. Мынау айтады, болашақ жастардың қолында деп, бүгінгі мынау бокстан өтіп жатқан Түркістан облысының жастар арасындағы чемпионаты, мына осы қатысып жатқан боксшыларымыз, ертеңгі біздің еліміздің көк туын желбірететін боксшылар, осы боксшылар арасынан шығады деген сенімдеміз. Мынау барлығыңызды бүгінгі Түркістан облысының бокстан жастар арасындағы чемпионатының ашылуынан шын жүректен құттықтаймын. Мынау боксшыларымызға алда сәттілік тілейміз. Мықтыларды жеңіп, ертеңгі біздің көк туымызды желбірететін Қазақстанның чемпионатын ары қарай өркендететін боксшылар деп сенеміз. Бәріңізге сәттілік тілейміз. Мынау бүгінгі жарыс осы келесі жыл Олимпиада ойындарының әлем чемпионаттарының алды болып есептеледі. Бәріңізді құттықтаймын. Мынау Түркістан облысының бокстан жастар арасындағы чемпионатын ашық деп жариялаймыз. Құрметті спорт жанкүйерлері, құрметті спортшылар, қадірлі төрешілер, жаттықтырушылар, осы жарыста ең күштілері жеңе берсін. Алдағы уақытта біздің осы оңтүстік Қазақстан облысының, Түркістан облысының боксерлары Қазақстан чемпионатында, Азия чемпионатында, әлем біріншілігінде жеңіске жете берулеріңізге тілектеспін. Ермек Барлық, Валентин Шарда, Анатолий Ордамасы, Оспанбаев. Оспанбаев па? Айта салшы сонда. Ал Ержан аға, мына жалпы бүгінгі жарыстың өту деңгейі жалпы ұйымдастырылуы қалай болып жатыр? Қандай мақсатты өткізіп жатсыздар? Жалпы мұнда жеңімпаз атанған спортшылар қайда жолдама алады? Осы жайында айтып өтсеңіз. Енді мына жарысымыз жастар арасында 2002-2003 жылға жастар арасында бір-бірімен іріктеу жарысы болды. Бұл жарыс алда келе жатқан ақпан айында жастар арасында Атырау қаласында чемпионат Қазақстанына іріктеу мақсатында 103 қатысушы болып, бұл жерде үлкен құда қаласа үлкен жетістікке жетеді деп спортшылар ойлаймын. Бір-бірін қазіргі осы жарысқа бүкіл Түркістан облысының аудандарын бәрі қатысып жатыр. Бұл жерде жақсы спортшылар, кешегі жасөспірімдер арасында Азияға қатысқан, Азияда екінші орын алған спортшылар қатысып жатыр, және Түркістан қаласының жақсы балалары қатысып жатыр. Құда қаласа осы жерде іріктеп, кім мықты екенін байқап, мынау алда келе жатқан Атырау қаласындағы жастар арасында Қазақстан чемпионатына аман-есен іріктеп, соған жақсы деңгейге жеткіземіз деген ойдамыз. Енді мынау төрешілер алқасынан әділ бағасы беріліп жатыр ма спортшылардың қалай? Төрешілер қандай деңгейде бұл жерде келіп төрешілер? Енді бұл жердегі Түркістан облысының төрешілері көбінесе жас төреші. Сондықтан бүгіннен бастап 5 күнгі жарыста алдын ала бір жарты сағат бұрын жинап, төрешілерге төрешіліктің қырын сырын бәрін айтып, түсіндіріп, қазірге дейін 4 жұп өтті, Құдайға шүкір.
отқанға бәрін беріп, төрешілер беріп отыр. Енді алда да 4 күн жарысымызда, 5 күндік жарысымызда, құда қаласа, егер қатаң бір керемет бұзып, бір сондай бұзушылық болып жатса, оның төрешілерді ескертеміз, қатаң жазаға тартамыз. Ал негізі жас балалар, бұл жас қыздар да бар арасында, төрешілік етіп жатқан. Бұлардың бәрі қазіргеден айтқанды тыңдап, бәрі ескеріп отқан шамада қазір.